Егер де мен 10 сыныпты аяқтап жатсам, дайындықты неден бастар едім? Дайындықты осындай 3 әрекеттен бастар едім. Біріншісі, 11 сыныпта стресске түспеу үшін, қиналмас үшін, денсаулығымды жоғалтып алмас үшін дайындықты дәл қазір аз-аздан үздіксіз бастар едім. Екіншісі, дұрыс жүйе құрып, фокусымды тек қана маңызды нәрселерге арнар едім. Яғни дайындықты алдымен бейіндік пәндерге арнар едім. Себебі бейіндік пәндер өте көп уақытты алады. 5 мен 11 сыныптың аралығындағы барлық пробелдарды жауып, фундаментті қалағанша дейін көп уақытты талап етеді. Сондықтан бейіндік пәндерге көп көңіл бөлу қажет. Бейіндік пәндеріңіз гуманитарлы пәндер болса, сіздерге міндетті түрде дайындыққа математикалық сауаттылықты ертерек қосу қажет. Биылғы жылы және алдыңғы жылдары математикалық сауаттылықтан бейіндік пәндері гуманитарлық пәндер алған оқушылар төмен балл алып жатыр. Өйткені осы пәнге мән бермеген, көңіл бөлмеген. Сондықтан да математикалық сауаттылықты қосқандарыңыз жөн. Ал қалған пәндеріңізді 11 сыныпта асықпай қосуларыңызға болады. Үшінші әрекет өз бетімше емес, экспертпен дайындалатын едім. Өзіңіз жалғыз дайындалсаңыз, жүйе болмайды, хаос болады, паника болады, жан-жақтан информационный шум болып, зейініңіз сол жаққа кетіп қалып, уақытыңызды жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да сіз өзіңізге ұнайтын экспертпен ұнайтын курсыңызды таңдап алып, жүйелі түрде авторлық методикамен дайындалғаныңыз жөн болады. Егер де сіз математикалық сауаттылықтан қиналып жатсаңыз, мен сізге 0-ден бастап фундаментіңізді қалап беруге көмектесе аламын. Және де менің алдыңғы жылғы оқушыларым сияқты жақсы балл алып, осындай балдарды алып, грантқа әбден түсіп кетуіңіз мүмкін. Осы парақшаны жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз және де парақшаға тіркеліп алыңыз.